Құмар ойындардан кейінгі күйзеліс, ашу және үмітсіздік. Құмар ойыннан кейін адам тек ақшасын жоғалтпайды, көбіне ол тыныштығын жоғалтады. Әсіресе ұтылғаннан кейін адамның ішінде бірден бірнеше ауыр сезім жиналады. Өзіне ашу, өкініш, қорқыныш, ұят, болашаққа сенімсіздік. Ресми түсіндіру материалдарында құмар ойындарға тәуелділіктің салдары ретінде психологиялық денсаулыққа зиян, әлеуметтік оқшаулану, жұмысқа ынтаның төмендеуі және эмоциялық бұзылыстар аталады. Психологтар мен аддиктологтар қатысқан дәрістерде де мұндай тәуелділіктің қаупі және ерте қолдаудың маңызы арнайы көтерілген. Бұл құмар ойынның жай ермек емес екенін тағы көрсетеді. Мысалы, 26 жастағы Нұрбек бір кеште біраз ақша жоғалтады. Үйге келген соң үндемей қалады. Ешкіммен сөйлескісі келмейді, ішінен қатты ашуланады. Бірақ сол ашудың бір бөлігі өзіне бағытталады. Ертеңіне ол өзін әлсіз сезінеді. Бірақ сол сезімнен құтылудың жолын тағы ойыннан іздеуі мүмкін. Қауіпті шеңбер осы жерден басталады. Адамды күйзелткен нәрсенің өзі уақытша жұбаныш сияқты көрінеді. Егер ұтылыстан кейін көңіл-күй күрт түссе, ұйқы бұзылса, адам ашушаң, не тұйық болып кетсе, оны мінезі сондай деп өткізіп жіберуге болмайды. Бұл ішкі дағдарыстың белгісі болуы мүмкін. Мұндай кезде ең маңыздысы үндемей қалмау. Күйзелісті жасыру оның бетін қайтармайды. Ал ашық мойындау әлсіздік емес, өзіңді құтқарудың басы.